Өмірге өпкем бар менің. Бану терезе жақтауына сүйеніп ұзақ жылады. Неге осы менің ақ жолым болмайды? Неге тыныш өмір сүрмеймін? Неге күндерім сәтсіздікке толы? Бала кезімнен солай. Бану ағыл тегіл жылады. Кеудесіне жиналған ащы өксіктен арылар емес. Жастайынан көргені өлім жітіммен ауру сырқау. Ойлана беріп басының сақинасы ұстап ауырып кеткен соң, ыстық шай ішейін деп ойлады. Газ үстіне шәугімді су толтырып қойды да, газды жағуды ұмытып столға отыра кетті. Басын ұстап аз уақыт отырды. Қайнаған болар деп қарап еді, газ әлі қосылмаған. Өз-өзіне ашуы келіп, шәугімнің астын жақты. Шай ішіп отырып бала кезін есіне түсірді. Әкесі жұмыстан кешіккеннен соң, анасы бала-шағасына кешкі астарын берді де, өзі күйеуімен тамақтанамын деп күтіп отыр. Кенет, есікті қатты ұрғылаған біреу сындырып жіберердей болды. Дауысы қатты шыққаны соншалық Бану әпкесінің қойнына тығылды. Ағасы аңырайып тұрып қалды. Анасы жүгіріп барып есікті ашып еді. Әкесімен бірге жұмыс жасайтын, ауыл шетіндегі елуді алқымдап қалған Беспай аға екен. Екеуі аз кем сөйлесті де шығып кетті. Анасы көзі қарауытып сұлап түскенін көріп, түкке түсінбей қалған балалар анасына қарай өретіне жүгірді. Сол күні үйі астан-кестең, бірден адамдар топырлап көбейіп. Бану ештеңенің мәнісін білмейтін кішкентай қыз болатын. Ертеңіне 4-5 адам әкесін көтеріп алып кетіп бара жатқаны еміс-еміс есінде. Әкесі сол кеткеннен қайтып келмеді. Бертін келе әкесінің сол күні келмеске кеткенін түсінді. Анасы әке орнына әке болды. Аналық мейірімі мен қаталдығын бірге ұстап 3 баласын бағып қақты. Туыстардың айтуымен екінші рет тұрмысқа шық деген ұсыныс келді. Бірақ анасының оған құлқы жоқ еді. Оның үстіне есейіп қалған ағасы да қарсы болды. Балалар есейген соң, анасы үшеуін отырғызып әкелерінің неге өмірден ерте өтіп кеткенін айтты. Әкесі өз-өзіне қол жұмсапты. Бірақ не үшін екені әлі күнге дейін жұмбақ. Ешкім білмейді. Әкесі мектепте мұғалім болып жұмыс жасайтын. Сабақ өту жоспары үшін директормен сөзге келіп жүрген болатын. Содан соң осы жағдай орын алды. Анық қанығын сол күйі анықтай алмады. Сонымен күндер өтіп жатты. Әкесінің шаңырағының отын сөндірмейміз деп бұлар ауылда сол күйі қалып қойды. Бану мектеп табалдырығын аттады. Үздік оқыды. Әке орнына ағасы әке болып ер жетті. Әке тәрбиесін көрмесе де, анасының айтқанын құлағына құйып өскен сымбатты жігіт қарындастарына қамқор болып бой түседі. Тіпті көршілер, бүкіл ауыл балаларына Санжарды үлгі ететін. Жігіт болып бұзақылық та жасамапты. Мектепті үздік бітіргенімен Санжар ауылдың балаларына ұқсап қаланы аңсамады. Анасы мен қарындастарына қамқор болуым керек деп ауылда қалып қойды. Санжардың жасы 18-ге толғанда Бану небәрі 7-8 оқитын. Ал Банудың әпкесі Балнұр мектеп бітіріп жатты. Анасы жалғызбасты ана деген құжатпен үй кезегіне тұрған болатын, бірақ Санжар өзім қалағандай үй соғамын деп құрылысты бастап та кеткен еді. Қабырғасын көтеріп, үйдің шатырын жапты. Бәрін еңбекқорлығымен, анасының қолдауымен жасады. Өмірлері жақсарып келе жатқанда, Бану аяқ астынан қаралы хабар естетінін білмей де қалған еді. Нағашылармен бір ауылда тұратындықтан олармен күнделікті барыс-келіс жасайтын. Әдеттегідей Бану нағашысының үйінде ойнап жүрген, кенет анасы үйге ентіге кірді. Санжар қайда? Үйде ме? Жоқ. Деген олар өретіне түрегелді. Ана жүрегі бір сұмдықты сезгендей сүрініп қабынып аяқ киімін асығыс киді де, сыртқа атып шықты. Әр қадамын асыға басып қайнысының үйіне беттеді. Себебі Санжар таң атпай әкесінің інісінің үйіне шөп шабуға көмекке кеткен болатын. Бану анасының артынан еріп келеді, жете алар емес. Бұл кезде Санжар жол ортасында өліммен арпалысып жатқан еді. Санжар күн ұзаққа ағасымен, әкесінің інісі егістіктен шөп орды. Түстен соң оларды баулап ауылға, үйге тасыды. Мотоцикл жанармайы таусылуға жақын қалғанда ағасы көрші ауылдағы жанармай бекетіне жұмсаған болатын. Сол үйдің еркетота кенжесімен де барам деп жылап тұрып алды. Жеңге алып қалыңызшы деп еді. Бара берсінші, сен кеткен соң жібермедің деп менің мазамды алат деген жеңгесі артына мінгестіріп жіберді. Жанармай толтырып ауылға қайтқан олар секундта не болғанын түсінбей қалды. Көшеге енді кіре бергенде іргеден атып шыққан жүк көлігі тежегішті басып үлгере алмай қалды. Тарс-тұрс еткен дыбыс.
Санжардың бар ойы 4 жасар ағасының баласында. Ұшып кетпесін деп артына бұрылған кезде, мотоциклдің рөлі жұлынып кетіп, ұшып кетті де айналып келіп Санжардың маңдайын тесіп өтті. Қатты дыбыстан көшеде ойнап жүрген балалар үйлеріне жүгіре жөнелді. Сол маңайда тұратын туыс әпкесі не болды екен деп көшеге шыққаны сол, жерде жатқан Санжарды көріп шыңғырып жіберді. Бұл кезде Бану да анасымен бірге көше бойлап жетіп қалған болатын. Анасы ұлын көрді де ештеңе деуге шамасы келмей сұлап түсті. Туыс әпкесі үйден су алып шығып Банудың анасына шашып әлек. Сол арада жедел жәрдем шақырып та, қорқып қалады деп Бануды үйге кіргізіп те үлгерді. Бану іште қалшылдап қорқып тұр. Ағасының қан жоса болып жерде жатқаны, анашым деп әлсін ғана сыбырлағаны, маңдайында қадалып тұрған мотоцикл рөлі, көздері мөлдіреп, өмірге талпынып жатқандары көз алдынан кетер емес. Жедел жәрдем дереу жетті. Бірақ Санжарды құтқарып қала алмады. Әлгі темір бас сүйегін сындырып миына жеткендіктен Санжар сол жерде тіл тартпай кеткен еді. Қанша арман көкке ұшты. Тырмысып салған жаңа үйі, қарындастарымның оқуына деп жинаған ақшалары, бәрін тастап кете барды. Банудың армандары ше. Ағам келіншек әкеледі, жаңа үйде той болады. Бақытты өмір сүреміз деген бала армандарының бәрі бір сәтте көзден ғайып болды. Зар еңіреп мең-зең отырған анасына ауылдағы полиция қызметкерлері бір жапырақ қағазға қол қойдырып алып кетті. Өзі баласынан айырылып зар еңіреп отырған ана, не қағазға қол қойғанына да қарамады. Кейіннен барып істің бәрі әшкере болды. Жүк көлігінің иесі Санжардың ағасымен құрдас болғандықтан, бұлардың отбасылық жағдайын беске білген. Тіпті шындық іздеп шырылдап әр есікті күзеткенімен одан ештеңе шықпайтынын сезген харам пиғылдылар ауыз біріктіріп, жалған құжатқа қол қойдырған еді. Ал құжатта Санжардың шалғайда қой бағып жүріп қайтыс болды деген жазу бар болатын. Сонымен іс жабылып қайта тергелмеді. Анығында жүк көлігінің жүргізушісі жол ережесін өрескел бұзған. Бану бітпеген үйде анасы мен әпкесі үшеуінің қайғылы өмірі жалғасып жатты. Сол жылы әпкесі Балнұр мектепті аяқтайтын болғандықтан, оған бұл жағдай қатты әсер етті. Сондықтан жоо-на грантқа түсе алмады. Анасы Санжарды оқытам деп әлек болғанымен, қанша білімі жетіп тұрса да өзі бас тартып отбасының жанында болуды ұйғарғандықтан, ең болмаса сен барып оқы деп Балнұрды ақылы оқуға түсірді. Үйде Бану анасы екеуі ғана қалды. Бану күнде сабаққа оянғанда анасы бұрышта Санжарды сағынып жылап отыратын. Тіпті қарғанған кезі де болды. Қу құдай, Санжарымның орнына бір қызымды алсаң да риза едім ғой деп жылағанда Бану бірге жылайтын. Сабақтан келсе де, іштей анасының жылап отырғанын көріп, есік алдында тұрып үйге кіре алмай ұзақ жылайтын. Біраз күннен соң анасы екі қызды ұзатсам, соқа басым сопайып жалғыз қаламын ба? Күйеу балаға күнімді қаратпасын. Одан да облыс орталығынан барып ұл бала асырап алайын деп шешті. 2 күннен соң Бану екеуі қалаға барып 2 жасар ұл баланы асырап алу мақсатында алып келді. Тек сол ғана анасына жұбаныш бола білді. Құжат бойынша есімін Санжар деп өзгертті. Күн ұзаққа анасы жұмыста болады. Кішкентай Санжарға Бану қарайды. Осылай өмірлері өтіп жатты. Бір күні баяғы жүк көлігін айдаған жас баланың үйіне көрші тұратын келіншек үйге кіріп келді. Анасы енді жұмыстан келіп түскі астарын ішейін деп отырған. Апай қалайсыз? Кел деп анасы артық кесе алып келмекші еді, әлгі келіншек тоқтатты. Жоқ, әуре болмаңыз. Мына дүкенге келіп едім, жолай кіріп жағдайларыңызды білейін деп. Несіне сұрайсың, жаным ау? Жағдайымыз осы. Әйтеуір мына бала алданыш. Алланың ісі қайтеміз, апай. Әлгі біздің көршілеріміз қалаға көшіп жатыр екен. Қай көрші? Санжартайды соққан жігіттің үй іші. Мейлі, бір білгендері бар шығарда. Біздің үй жақта сыбыс тарап жүр. Сол жігіттің түсіне Санжар көп кіреді екен. Көздері мөлдіреп қолын созып тұрады дейді үнемі. Шошып ояна беретіндіктен әкесі қоныс аударамыз деп шешіпті. Үнсіз қалған анасы көзін бір нүктеден алмай ұзақ отырды. Тіпті әлгі келіншектің қоштасып шығып кеткенін де сезбеді. Бану сыртқы қақпаға дейін шығарып салды. Үйге келсе анасы әлі сол күйі отыр. Содан бері анасы ауырып жүрегі қысылып қалатын болды. Бар ойы Санжарым тыныш жата алмай жүр ау деп уайымдайды. Қылышын сүйретіп қыста келді. Әпкесі телефонмен ғана хабарласып тұрады.
Жазғы демалыста бірақ келемін деген. Банудың жүрегіне жара салған кезекті оқиға осы қыс мезгілінде орын алды. Анасы мектепте кітапханашы болып жұмыс істейді. Жұмыстан кешке келеді. Оған дейін үй жинау, от жағу, көмір тасу, отын жару, су тасу, кішкентай Санжарға бас көз болу бәрі Банудың мойнында. Анасы келіп тек тамақ дайындайды. Күндіз отын дайындап қояйын деген Бану кішкентай Санжарды ұйықтатып сыртқа шықты. Боран ұрып тұр. Ызғарлы боран бетін тілгілеп барады. Есіктің артында жатқан күйі қолғабын киді де, балтаны ұстады. Есіне ағасы түсіп кетті. Ылғи ағасы отын жарып, Бануға тасытып қоятын. Қарындасы ашуланып бұртиып жүріп таситын. Бану еңкілдеп жылап жіберді. Ағасын шын сағынып жылады. Амал жоқ, қыстың қаһарына төтеп беріп, отынның бәрін жарып тасып дайындап қойды. Күнделікті әдеті бойынша балтаны тастай берді де, қайта көтеріп алды. Неге екенін білмейді, үйге пештің алдына келіп қойды. Кешкісін анасы келіп, жылы үйге кіргеннен көңілі жадырап Банудың маңдайынан иіскеп рахмет қолқанатын деді де, кішкентай Санжарды көтеріп алды. Күліп ойнап отырып кешкі астарын ішті. Енді ұйқыға жата бергенде есікті біреу қатты қақты. Енді ұйқыға жатқан еді, әлі ұйықтай қоймаған. Есікті сындырып жіберердей болған дауыстан үшеуі де шошып кетті. Анасы орнынан атып тұрды. Бірақ Бану мен кішкентай Санжарды қорқытып алмайын деді ме, сыбырлап. Қорықпаңдар деді. Деуін дегенмен өзі іштей сұмдық қорқып тұр. Кімсің деді ішкі есіктен айқайлап. Анау жауап берер емес. Бану осы кезде пештің жанында жатқан балтаны алды да есікке беттеді. Анасы етегінен ұстап үлгерді. Анау сыртқы есікті төбелеп қояр емес. Ешкім ашпаған соң есікті жұлқи жөнелді. Сарт еткізіп өзі сынуға шақ тұрған есікті жұлып алды. Жоғал әрмен, хайуан. Балаларымды қорқытасың деді анасы дауысы дірілдеп. Осалдақы, байыңның өлгені кеше емес қой, тәк-тәк деп отыратын балаң да кетті. Енді өз еркің өзіңде, еркек керек емес пе саған деген маскүнемнің ықылық ата шыққан дауысы естілді. Жоғал дедім мен саған. Құдай оңдап ішкі есікте құлып болатын. Ана ішіп алған кісі ары-бері көрді де, есікті аша алмай жөніне кетті. Анасы мынадай ит қорлық өмірге, намысы тапталған ғұмырына қарғыс айтып өкіріп жылады. Бану болса қалш-қалш етіп әле тұр. Қолындағы балтаны сарт еткізіп тастай салды. Құдды бір осы балта аман алып қалғандай іштей үйге кіргізіп қойғанына қуанды. Осы оқиғадан кейін Бану еркек атаулыны жек көріп кетті. Сөйлеспек түгілі, тіпті бетін көргісі келмейді. Таңертең анасы көзі бұлаудай болып жұмысқа кетті. Бану Санжарға қарап тағы қалды. Сабаққа кетерде көршінің үйіне жібереді. Әйтеуір күндері өтіп жатты. Бұдан кейін өте сақ жүруге әдеттенді. Әсіресе түнде есіктің бәрін құлыптап, балта күректі үйге кіргізіп қоятын болды. Күндер өтіп Бануда бой жетті. Мектепті аяқтайтын жылда келді. ОБТ-ға жақсы дайындалды. Арманы дәрігер болу. Бану тесттен 92 балл жинап шықты. Қуанышында шек жоқ. Әпкесіне хабарласып сүйінші сұрады. Қуанатында күн болады екен ғой менде деген ол үйіне қарай құстай ұшты. Жақсы жаңалықты естіген анасы қызының бетінен сүйіп, бір жылап бір күліп қатты қуанды. Бірақ Банудың қуанышы ұзаққа бармады. Тесттен жоғары балл жинағанымен тегін оқуға түсе алмады. Бану күйініп кеткені соншалық алғаш рет Құдайға налыды, неге менің өмірім мұндай болды деп жылады. 3 күн бөлмесінен шықпай, нәр татпай жатып қалды. Бірақ құжаттарын кері алуға барғанда анасы қоярда қоймай психолог мамандығына жоғына түсірді. Осылайша Бану студент атанды. Дегенмен өзі қалада оқып жүргенімен ойының бәрі ауылдағы анасында еді. Інісі 5-6 жасар болып қалған. Әпкесі бұл кезде оқуын тәмамдауға аз қалған. Бану қалаға келіп анасының әпкесі, яғни нағашы әпкесінің үйіне орналасты. Оқудың алғашқы курсын тәмамдап демалысқа ауылға келді. Әпкесі де келген болатын. Сыныптастарымен кездесіп алғашқы оқу жылдарын айтып мәре-сәре болды. Түн қараңғысына дейін отырды. Тым кеш болып кетті, мен үйге кірейін деп Бану үйіне қайтты. Күндіз көршінің үйінен өтіп бара жатып көршінің баласымен түйдей құрдас алыс туыс ағасы отырғанын көріп еді. Амандасып, жағдай сұрасып өткен. Банудың артынан сұқтана қарап қалғанын көршінің баласы көріп,
Қой, ол сендердің ағайын туыстарың емес пе деді. Мен үйленгелі жатқан жоқпын ғой, жеті ата тізетіндей деді жігіт сымақ сұқтанып. Олар өте тәрбиелі қыздар. Ойнаушы болма деп ескертті көрші жігіт. Бану бұның бірінен де хабары жоқ еді. Жаз мезгілі болғандықтан анасы мен әпкесі есік терезені ашып ішкі бөлмеге, ал Бану кіреберістегі кроватьқа жатты. Шаршап тұрса да ұйқысы келер емес. Ары-бері дөңбекшіп енді көзі ұйқыға кете бергенде шошып оянды. Біреу төніп тұрғандай көрінді. Көзін ашып қараса тасқараңғыда дұрыстап көре алмады. Айқайлайын десе аузын жауып өлтіретін сияқты көрінді де, өтірік ұйықтаған болып жатып әлгінің іс-әрекетін байқады. Ішіп алған сияқты, арақтың иісі мүңкіп тұр. Әлгі жігіт ештеңеге шамасы келмей жерде отыр. Арасында жүрегі айнып уфілеп қояды. Қараңғылыққа енді көзі үйренген Бану көзін қатты ашып қарап еді. Күндіз көршінің үйінен көрген туыс ағасы екен. Сәл басын көтеріп шегінде де бар даусымен айқайлады. Қапелінде түсінбей қалса керек орнынан атып тұрып қаша жөнелді. Анасы мен әпкесі шошып оянды. Жүгіріп келіп еді Бану еңкілдеп жылап отыр екен. Мәселенің байыбына барған анасы қыздарының алдында еңсесін түсіргісі келмеді ме белгісіз, дымдарыңды шығармаңдар деді де, қабағы қатулы күйде бөлмелеріне кіргізіп алды. Сырттай білдірмегенімен іштей жүрегі қан жылап Құдайға зарын айтты. Қыздарымды да құтқара алмадым, бәрі сенің кесірің. Сен тірі болғанда кім көрінген есігімізден сығаламайтын ет деп өліп кеткен күйеуін жерден алып жерге салды. Банудың да әкесіне өкпесі қара қазанда ел. Бөлмесіне тығылып ешкімге сездірмей таң атқанша жылады. Екі көзінен аққан жастан жастығы шылқылдап кетті. Көкейінде бір ғана сұрақ. Неге? Неге менің ғана өмірім мұндай болуы керек? Барлық достарым бақытты ғой. Мен неге олай емеспін? Өмірге өте өкпелі Бану ішіндегі шерін тек көз жаспен ғана шығарды. Таң атасы мен анасы намазға тұрып дәрет алуға тысқа шықты. Әлі ұйықтамаған Бану тыпырлаған дыбысты сезіп жатыр. Бір кезде анасының ой байлаған дауысы шықты. Басын жастықтан жұлып алған ол бірден сыртқа жүгірді. Әпкесі де атып тұрды. Анасы қолындағы құмғанды лақтыра салып, үйге қарай құстай ұшты. Не болды, мама? Неге айқайладың? Білмеймін, тани алмадым, бір жігіт жүгіріп келеді маған қарап. Бану деп айқайлады. Ақ футболкада ма? Е, ақ киімді әйтеуір. Бану түндегі туыс ағасы екенін айтпай-ақ түсінді. Өлтіремін мен оны деп жүгіре жөнелді. Сарайдан балтаны алды да анасы қашып келген жаққа беттеді. Бану, қойшы қызым. Бір жеріңді майып қыласың. Немесе кесірі тиіп, түрмеге түсесің. Ойланшы қызым. Мама дұрыс айтады Бану, таста қолыңдағына, күндіз барып адамша сөйлесеміз. Бану балтаны жерге тастай салды. Ашудан қалш-қалш еткен ол бөлмесіне кіріп кетті. Күн көтерілгенше ұйықтай алмады. Анасы мен әпкесіне білдірмей балтаны алды да, қақпадан аяғының ұшымен шығып кетті. Әлгі туысының үйіне тіке тартты. Әй, шай жоқ кіріп келді. Қайда әлгі жексұрын ұлдарыңыз? Ағаммен бірге өсті, бірге араласып жүрді. Енді көзі кеткен соң істеп жүрген тірлігін қара. Ағамның әруағынан қорықпаса да Алладан қорықпай ма? Хайуанның тірлігін істеп жүр ол. Тыныштық па? Аптығыңды бас. Не болды, жай жапсарын айтып түсіндір деді ашуланып жеңгесі. Оны өз аузынан естіңіздер. Осы кезде ұйқысынан амалсыз оянған, кеше әбден ішіп, не істеп, не қойғанын білмеген жігіт сымақ басы салбырап Банудан кешірім сұрады. Бану балтасын алып тұра жүгіргені сол жігіттің әкесі. Бану қызым, қой айналайын қызым. Мен оны өзім жөнге саламын. Әкеңнің ағайыны бола тұрып, иттік істегеніміз үшін мен де кешірім сұраймын. Қой қызым, ақылға кел. Сен жексұрынның кесірінен аға маған қалай жалынып тұрғанын көрдің бе ит? Аға мен жеңгені сыйлағаннан ештеңе демеймін. Егер тағы бір жерде көріп қалсам айтпады деме, шауып өлтірем. Мұндай өмір сүргенше түрмеде отырғаным артық. Зато үйдегілерге ешкім зәбір көрсете алмайтын болады. Қолынан келмейді деп ойлама деді де Бану тістенген күйі сыртқа шығып кетті. Ол жерде көз жасын көрсеткісі келмей жыламаған еді. Сыртқа шыққан соң үйіне жеткенше ағыл-тегіл жылап келді. Қақпадан жылап кіргенін сезген анасы бір нәрсені бүлдірді деп ойласа керек, атып тұрып Банудың жанына жетіп барды.
Не істедің? Не істедің сен? Ештеңе, ескертіп келдім әншейін. Уф деп көңілі орнына түскен анасы Бануды құшақтап жұбатып жатты. Ертеңіне әпкесі қалаға қайтты. Бану оқу жылы басталғанша ауылда анасының жанында қалуды ұйғарды. Кішкентай Санжарды ойнатып, үй тірлігінен босамайтын болды. Осылай өмір сырғып өтіп жатыр. Бану жоо аяқтауға жақындады. 4 курс оқып жүргенде Астанада жұмыс жасап жүрген әпкесі хабарласты. Тұрмысқа шығыпты. Қандай адамдар қайда тұрады, қалай үйленді, қалай танысты, бәрі түсініксіз болып кетті. Анасы мейлі қызым бақытты болса болды деп қарсылық білдірмеді. Бірақ күйеу баласы өмірлеріне дауыл болып келе жатқанын ешкім де сезбеген еді. Әпкесі сол жұмыс істеп жүрген қалаға тұрмысқа шықты. Алғашында бәрі жақсы еді, әлде әпкесі сездірмей жүрді ме, кім білсін. Жалпы жылына бір рет келіп жүрді. Тек өзі келетін, кейін қызды болған соң қызымен бірге келді. Анасының қызым қандай жерге барды? Араласатын адамдар ма өзі деген сұрақтар көкейінен кетпей қойды. Той жоқ, қонақтыққа шақыру жоқ. Артында сұрауы жоқ адамға ұқсатып келін қылып алып қалғандарына іштей қынжылды. Ар-бері ойланып мектептен демалыс алды да қызының үйіне тартып кетті. Артынып-тартынып ауылдан келген анасын Балнұр құшақ жая қарсы алды. Енесі мен қайын сіңлісі үйге құдағи келді екен деп жатқан жоқ. Түнде қатты ішіп, есін жия алмай жатыр. Балнұр тозығы жеткен үй мен жерде домалап жатқан енесінен ұялып, анасына білдіргісі келмесе де, екі беті дуылдап, қызарып шыға келді. Ұялмай қайтсын, дұрыс күтіп алмақ түгілі, отырыңыз деп орын бермеген енесі бөтелкесін құшақтап ұйықтап жатыр. Анасы үндемеді. Қызымның таңдаған өмір екен, араласпайын дегенімен жүрегі қан жылап тұр. Қор болған қызым-ай. Екеуі дастархан басына отыра бергенде күйеу баласы келді. Орта жасар жігіт ағасы. Оң көзінің астында үлкен шрамы бар. Анасының жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Сырттай сездірмесе де, бойын қорқыныш билеп барады. Тым дөрекі сөйлеген күйеу бала қайта тысқа шығып кетті. Қызым, шынымен бақыттысың ба? Қалай тауып жүрсің мынадай отбасыны? Бақыттымын, мама. Уайымдамаңыз, бақыттымын. Анасы 2 күн зорға жатты да ауылға қайтты. Негізі біраз қызымның жанында боламын деп ойлаған. Оған шыдай алмады. Көңілсіз келген анасынан бәрін ұққан Бану әпкесінің қалай өмір сүріп жатқанын сұрамады да. Балалық бақытымызды бермесе де, болашағымызды берсін деуші едім. Бірақ оны да Алла бізге көп көріпті ғой деген Бану терезе жақтауына сүйеніп ұзақ жылады. Өмірге өкпесі қара қазандай. Құрметті менің оқырмандарым. Банудың өмірі ары қарай әпкесімен жездесінің өмірімен ұштасып кетті. Әңгіменің анық-қанығын білу үшін мен Банудың әпкесімен сөйлестім. Ары қарай Балнұрдың айту бойынша әңгіме өрбиді. Бұл тақырыптағы әңгіме осымен тәмам. Соңы. Әпкесі сол жұмыс істеп жүрген